Біздің Шығыс Қазақстан өнер музейінде үлкен ауқымда дала дидары облыстық байқауы өтіп жатыр. Бейнелі өнер түрлерінен әрбір ауданға арнайы алмалы кесте жіберілген болатын. Осы бойынша бүкіл аудандар қатысып бастады. Біздің қазір алдымыздан жаңағы Көкпекті ауданы, Алтай ауданы, Абай ауданы және Күршім ауданы өтіп жатыр. Дәл қазір сіздер Шығыс Қазақстан өнер музейінің бағаналы залындағы мынау руханияттың қадірлі ортасына айланған, Алаштың қана емес әлемнің алыптарын тудырған Абай ауданының көрмесі орналасқан залда тұрсыздар. Бұл ауданның көрмесінің орналасуы үшін біз ауданның әрбір құрылымдарымен, мәдениет саласындағы қызметкерлермен тығыз байланыста болдық. Соның ішінде әсіресе осы көрменің сәтті де өте тұжырымды жақсы құрылуына бізге Абай ауданының мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Оразалин Елдар Каменұлы көп қолғабыс жасады. Жалпы енді бұл ауданның көрмесі немен ерекшеленеді деген сөзге келетін болсақ, әрине Абай ауданының көрмесі бұл абайсыз елестету мүмкін емес. Көрменің көп басым бөлігінде жаңағы Абайға қатысты туындылар бар. Сонымен бірге ең басты ерекшелігі бұл аудан ұлттық біздің жәдігерлеріміз. Көне ғасырлардан, сан ғасырлардан, тіпті анау тас дәуірінен бастап бері қарайғы сақ дәуіріне жалғасатын, одан кейін бертінгі 21 ғасырға дейін қазақ қоғамында қалыптасқан ұлттық дәстүрлі туындылар, қару-жарақтарды көруімізге болады. Бұл жаңағы біздің бір жағынан жас ұрпақты өзіміздің ертегідегі көне мәдениетімен қауыштыруға, оны тәрбиелеуге зор ықпалын тигізеді. Жалпы мен қазір сіздерге ең бірінші Абай ауданының көрмесінің ішіндегі осы қару-жарақ туралы сіздерге шағын ақпарат беріп өтейін. Көз алдарыңызда тұрған мына жерде біздің нағыз қазақтың көне шеберлерінің дәстүрлі туындылары алдарыңызда тұр. Екеуі де қайыс қамшы негізінен, бірақ саптары біреуі еліктің сирағы болса, біреуі тобылғы ағашынан жасалған. Енді қамшыға көбіне осы тобылғы ағашын көп қолданады, өйткені ол жаңағы өзі сирек кездесетін болғандықтан өте берік, көп ұзаққа сақталатын, шірімейтін, әрі жеңіл және де жасауға икемді, өзінің сыртқы қабығының өзі кішкене сәндік нақышы бар, сондықтан осы тобылғылы қамшыны көп қолданады. Енді қамшының қазақта бірнеше түрі бар. Бұл қамшының негізгі 4 түрін атап өтейін сіздерге. Бірінші жаңағы сарала қамшы деп айтады. Бұл сарала қамшы мыстан, жезден және де қосымша қоңыраулары бар, тұмары бар, көбіне сәндік қамшы ретінде қолданады. Әсіресе көбіне бізде мынау емшілікпен айналысатын, бақсылықпен айналысатын адамдар сарала қамшыны қолданған. Одан кейін қарапайым қайыс қамшы, осы қамшының түрі. Одан кейін алтынды қамшы деп аталады. Оны жаңағы хан сұлтандар, билер, ел басқарған адамдар ұстаған. Одан кейін жаңағы бұның өрімі қалыңырақ, басына қорғасын құйылатын, кейде тіпті темір сым қосып өретін жаңағы дырау қамшы деп аталады. Ол дырау қамшы соғыс қаруы ретінде, барымта кезінде, ел арасындағы дау жанжал кезінде осы пайдаланған дырау қамшы деген түрі болады. Қазақ өмірін, қазақ қоғамын әрине атсыз, жылқысыз елестетуге болмайды. Сондықтан өмірінің барлығы көшпелі жаңағы өмір сүргендіктен оның атпенен өмір тығыз байланысты болған. Сондықтан ата әбзелдерде осы қазақ өмірінде ерекше орын алған Жұматай Айбын Жұматайұлының мынау құйысқан, қайыстан өрілген құйысқан. Құйысқан дегеніміз жаңағы аттың ерін екі айыл ұстап тұратын болса, оның артқа және алға кетіп қалмас үшін оны құйысқан деген осындай арнайы өзінің әбзелі болады. Бұл мойынға алдыңғы жағынан тағылады да, ерге қосылып байланып ұстап тұрады. Ал мынау жаңағы аттың артқы жағынан құйрығының астына келеді. Яғни қазақтан бір болымсыз іске немесе қажетсіз сөзге араласқан адамдарды бұл сөзде ұят жоқ қой, анау құйысқанға қыстырылған деп айтып жатады. Сол сөз осыдан шықса керек. Бұл ат әбзелдердің бір ең керекті қолданатын түрі деп айтсақ болады. Абай ауданының тағы да бір ерекше туындысы бұл Рахат Жаукеновтың қолынан туындаған қорамсалы садақ. Енді қазақ өмірінің, көшпелі өмірінің жаңағы жаугершілік замандағы қазақ батырларының, қазақ әскерлерінің ұстаған жалпы қоғамда 5 қару деген бар. Оған жаңа қылыш, найза, айбалта, садақ, шоқпар жатқызып жатады. Сондықтан осы садақ бұл көне замандардан келе жатқан, алғашында жаңағы аңшылық дәуірден басталған болса, кейін соғыс қаруына дейін айналған. Бұны жаңағы көбіне ағаштан, талдан иіп жасайды. Сонан кейін ішіне жаңағы тері қосып, немесе таутекенің мүйізінен де жасап жатады. Енді қазақ қоғамында осы көбіне мүйізден және де ағаштан жасалғандар бар. Өйткені оған дәлел батырлар жырында қарағай садақ будырып деп айтып жатады. Қарағайдан жасалған садақтар көбіне мықты болады. Бұның жаңағы мынау қорамса, яғни терден, қатты талыс терден жасалған, бұл жебедерін салатын дүниесі. Жебе деген жаңа ататын оғы болса, қорамсасы оның жебені салатын қапшығы, ал садақ өзі нағыз қару ретінде жаңа ататын адырнасы көбіне теріден
кейін жаңағы осы заманауи кендерден де жасап жататын аян болады. Көз алдарыңызда мынау Әділет Әбдиевтің Шоқпар туындысын көріп тұрсыздар. Енді шоқпар қазақ қоғамында бұл жаңа айтып өткен 5 қарудың бірі деп айтып жатырмыз. Шоқпар соғыс қаруы. Шоқпар жаңағы тұтас ағаштың діңінен жасайды, немесе ағаштың безі, әсіресе мынау бас жағындағы мынау ұратын домалақ жері ағаштың безінен жасалады. Бұны жаңағы құрамайды, көбіне жаңағы бітеу шаубы жасайды көбіне. Енді шоқпарды қорғасынан да темірден де құйып жасаған, бұны көбіне күрзі деп айтады. Батырлар жырында да кездеседі, қазақтың бүкіл жазушылардың шығармаларында кездеседі. Бұл үлкен бір суық қарудың бір түрі. Оның басынан мынандай жаңағы қорғасын немесе темір металдарды осындай үшкіретіп орнатып жатады. Бұл күрзі, яғни соғыс қаруы. Енді шоқпардың екінші түрі болды, ол жеңіл шоқпар деп айтуға болады, сойыл деп айтуға болады. Бұл жаңағы ағаштан жасалған, бұны барымташылар қолданған көбінде. Барымташылардың міндеті ол жаңағы қару кішкене жеңілірек болу керек. Оны ұрған кезде қарақұстан адамды өлтіретін жаңағы бастан ұрмау керек, жамбастың астынан немесе көк желкен тұсынан ұрады. Адам жаңа барымташы мал тартып алатын өзінің жаңа қарсыласын қалдырып кету керек, өлтіруге болмайды. Егер жаңағы өлтіріп алатын болса, қанша мал алып кетті, соны 5 есе немесе 10 есе қайтаратын осындай тарихи жағдайларда бидердің алдындағы алқасында шешімдер болған. Келесі жаңағы Айбын Жұматайұлының қалқаны. Қалқан енді бұл тағы да бір үлкен қарудың бір түрі, қорғаныс қаруы ретінде. Қалқан бұрынғы жаңағы көне сақтар дәуірінен келіп жатыр. Осы құралдардың барлығы сақтардан біздің 20 ғасырға дейін қазақ даласында қолданған. Қалмақ моңғолдарда жаңағы қалқанды талдан тері араластырып өру арқылы да пайдаланған түрлері бар. Қалқанның салмағы жалпы 5-6 килограммнан аспау керек. Ол болаттан да, қорғасынан да, қатты ағаштардан да жасаған. Әсіресе оны бетін доғалдандырып, күмбездендіріп әкеледі. Бірінші себебі оны жаңағы атқан жебені тайқып кету үшін, түйреген қылыш тайқып кету үшін жаңағы бетіне күмбездендіріп, доғалдандырып, темірменен немесе басқа бір қатты металдармен қоршап отырған. Абай ауданының көрмесінде әрине бұл үлкен руханияттың ортасы болғандықтан Семей өңірінде жалпы Нұрбұлан Өтепбаев, Татип Талғат, Татип Ертіс сынды үлкен суретшілердің болуы да бұл ауданда үлкен сурет мектебінің бар екенінің айғағы. Соның жалғасы ретінде біз көретін мынау Сыдықбай Бержанның Абай Шәкәрім кесенесін қарасаңыздар, кенеп майлы бояуға салынған ерекше туындылардың бірі. Жалпы Абай ауданының туындыларының арасында акварель, жаңағы акрил, графика, кескіндеме, сонымен бірге мынау жаңадан жүнді жаңағы ыстық суға жібітіп, соған салып отырып, картина ретінде пайдаланғанда техникалар, жаңа техникалар көп кездесіп отыр. Біздің Шығыс Қазақстан өнер музейі осыдан бірнеше жыл бұрын Абай ауданында үлкен республикалық деңгейдегі жаңағы пленер өткізген болатын. Сол пленерді Абай өңірінде өткізген кезде осы картинаның авторы жаңа ғана мен айтып өткен Абай ауданының мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Кәменов Оразалин Елдар ағамыз қолғабыс тигізген болатын. Осы жолғы көрмеде ол кісі бастан аяқ болып осы көрмеге экскурсия жасап бізге таныстырып, көрмені жасақтауға көп көмегін тигізді. Ол кісінің жеке өзінің мынау туындысы салған жаңағы арголит майлы бояу сырт қасқабұлақ деген туындысы ерекше керемет, жаңағы нағыз Абай даласының табиғатын, оның жаңағы аласа бедерлі барқып белді тауларын, оның көк алқап жасыл даласын, мынау кішкене бұлақ басындағы жайылып жүрген, ойнақтап жүрген жылқылары ерекше шеберлікті, ерекше шынайылықты көрсетеді. Көз алдарыңызда Ермек Қалиқызы Күмісайдың мынау ерекше туындысы картина. Картинаны көбіне біз ойлаймыз жаңағы графикалық немесе кескіндеме бояу арқылы, қарындаш туш арқылы жасалды деп. Бұл жаңаша жаңағы ерекше түрі. Бұнда кәдімгідей жүнді, яғни түбіт дейміз ба, жүнді алып, ыстық суға салып, ол буланған кезде кішкене өзінің жабыспаққа қасиет пайда болады. Сол кезде осыны алып, жеке-жеке алып отырып, әріне деталын әрбірін жеке-жеке алып, осы туған жер деген тамаша панноны дүниеге әкелген. Көз алдарыңызда тау, асқар тау, көк аспан, ұшып жүрген қарлығаштарды көруіңізге болады. Бұл жаңа заманауи ізденістің туындысы. Жалпы енді Абай ауданының жаңа ғана айтып өттік, туындылары бізге ерекше ұнады. Әсіресе бұлардың ұлттық құндылығыменен, қазақы көне дәстүрменен, олардың жаңағы бабадан көне ұмытылып бара жатқан дүниелерді қайтадан жаңғыртып, жас ұрпаққа таныстырып, олардың білуіне, өзінің ертеңін түп тамырын тануға орасан ықпал етеді деген ойдамыз.